Ассалаумағалейкум барша қазақ елі және менің арнам жазушылары. Бүгін 31 наурыз күні менің бір шөбішім далада туған. Төлдеген. Мынау менің көмекшім Бейбіт деген батыр. Бейбіт, біз не тауып келе жатырық? Неге келе жатырық біздер далаға? Ешкіге? Иә. Оны не істейміз? Үйге алып кетеміз бе? Иә. Ол не істеген ол ешкі? Төлдегенде. Мәдениеттерде төлдеген деп айт. Бірақ бәрі ғой туған ғой. Төлдеген мына біздің шөбіш екен. Қара шөбіш. Міне лағы бар. Ана шөбішті байқа. Кел мұнда кел. Тек қара лағы бар екен өзінің. Осыны енді үйге алып кетеміз. Жалпы біздің жақта мынандай бар қазір. Технологияның дамығанында WhatsApp желісінде өзіміздің тобымыз бар, қой кезек деген топ. Сол топ арқылы қандай мал төлдеді, соны суретін салып жібереді. Осындай жерде төлдеп тұр деп координаттарын айтып. Сол бойынша біз келатырық. Қой ана обаның қасында кетіп жатыр. Обаның үстіне шығып жатыр. Енді ол сіздерге көрінбейді әрине. Обаны көріп тұрған барсыздар. Ал енді Бейбітжан, кеттік, мынаны алайық та үйге қарай қайтайық. Мен ешкін лақты ұстайым, сен ешкіні айда. Иә ма? Ал енді жақсы күнде көріскенше менің арнама жазылып тұрыңыздар. Міне осындай қарапайым қазақтың күнделікті өмірін көрсете отырамын осындай арнада.